аналарға және жалпы онлайн жұмыс жасайтындарға, фрилансерлерге осы тайм-менеджмент не үшін? Себебі айтайын. Үйде жұмыс жасауды реттейді, өміріңізді реттейді, басқа нәрселерді ұмытпау үшін барлығын рет-ретімен үлгеру үшін қажет. Мысалы, бала тәрбиесі бар, оның денсаулығы, өзіңізді күту, үй тазалығы, мысалы тамақ жасау, демалыс уақыты, жұмыс уақыты, өзіңізге деген уақыт бөлу, сосын яғни үй жұмысында ұмытпай, өзіңізге уақыт табу, жұмысқа уақыт, білімге, денсаулық нығайтуға уақыт табу, барлығын жоспарлау үшін осы тайм-менеджмент өте қажет. Себебі адам біраз шашырап қалады. Қайсын бастаймын, қайсын істеймін дегендей. Және ешқайсында жасамай жататын кездері болады. Сіз білесіз бе? Сіз үлгермей жатқан кезде сіз қапаланасыз, мұңаясыз, энергия жоғалтасыз. Мысалы, жұмыс жасау үлгердіңіз, бірақ дәмді тамақ жасай алмадыңыз, немесе өзіңіздің күтіміне уақыт таба алмадыңыз, немесе балаңызға уақыт бөле алмадыңыз. Сіз іштей қапаланасыз, мұңаясыз. Ол қатты көрінбесе де, бірақ іштен ол өзіңізге қанағат болмайсыз. Және сол арқылы ойыңыз сізді артқа тартады. Және өзіңіздің тағы да басқа да жоспарларда болған істеріңіз болса, сол көп уақыт бойынша жасалмай жатса, сол да сізді артқа тартып, энергияңызды алады. Яғни сіз оны күні бойы күнде соған энергия жұмсап жатасыз, бірақ істемей жатасыз. Ол сіздің миыңызда жазылып тұрады, тапсырма ретінде. Бірақ орындалмағасын сізді шаршатады. Сол үшін де тайм-менеджмент аналар мен фрилансерлерге өте қажет құрал және көмекші. Келесі видеоларда қандай жұмыстардан бастауды айтамын. Яғни осы тайм-менеджментті біраз қолға алу үшін, біраз өміріңізді реттеу үшін, кішкене осындай өміріңізді бір қалыпқа келтіру үшін осы жайлы базовый нәрселерді айтамын. Мен тайм-менеджмент маманы емеспін, бірақ осы тайм-менеджмент арқылы өмірімді реттеп отырамын. Кейде қиындықтар болады, бірақ сол практика арқылы дағдыланып, ақырын осы тайм-менеджментсіз қалай болсын да өте қиын екен, және шынымен де көмегі бар екен түсінемін. Сондықтан осы тайм-менеджментті Инстаграм парақшада енді айтып отырамын. Себебі ол өте қажет. Жұмыс жасау үшін, онлайнда үлгеру үшін, әсіресе аналарға ол өте қажет нәрсе.